Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздерге арнап осындай салат жасап көрсететін боламын. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуды ұсынамын. Ол мен үшін өте маңызды. Ал енді салат жасауды бастаймыз. Баклажанды ең алдымен қабығын аршып, суға жуып, тұз салып, крахмал салып, қуырып аламыз. Бүгін апайымның үйіне қонақтар келеді. Соған байланысты апамның қызы екеуміз салаттар жасайтын боламыз. Мінекей баклажанды осылай майға жақсылап қуырып алдым. Енді қызанақтарды осылай ортасынан бір бөліп турап аламыз. Достар, құрметті менің көрермендерім, егер сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып, одан кейін все деген батырманы бассаңыздар, сіздерге менің жаңа видеомның шыққаны туралы хабарлама келіп түседі, және жаңа видеомды алғашқылардың бірі болып көресіздер. Каналға тіркеліп достарыңызбен бөлісіп жүрсеңіздер, ол мен үшін өте маңызды. Штативімді әкелмеп едім, кішкене түсіру қиындау болды. Бір кішкентай шараны төңкеріп, соның үстіне соткамды қойып, түсіріп шықтым. Қызанақтарды турап болып қалдық. Енді аздап тұз сеуіп, тұздап аламыз. Бұдан кейін осындай фетаксаны алып, төрт бұрышты етіп турап алдым. Мінекей фетаксаны да турап болдым. Осындай төрт бұрышты болып туралды. Енді салат жапырақтарын осылай тарелкаға әдемілеп жайғастырамыз. Одан кейін қуырылған баклажандарды саламыз. Бізде 3 тарелка шықты, үлкен-үлкен. Помидорларды да осылай баклажанның үстіне орналастырамыз. Енді ең үстіне осылай
фетаксаны қойып шығамыз. Ең соңында соевый соуспенен заправить етеміз. Сонымен салатымыз дайын. Осындай әдемі оформлениеде шықты. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлнар Сапарқызы. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыздар.